Бүгін Алматыдан Шанхайға Эйр Астананың бірінші рейсімен ұшып бара жатырмыз. Кеттік па? Біздің тарихи локациямызға қош келдіңіз. Бұл Юйянь. Қазақша аудармасы бақыт бақшасы. Бұл бақшада әрбір детализация, адамдардың күші, энергиясы барлығы жақсы сезіледі. Өзім де рахаттанып отырмын. Көзбен көргеніме өте қатты қуаныштымын. Қазір біз Байтань жағалауындамыз. Бір жағымызда 19 ғасырдағы европалық стильдегі үйлер, ал екінші жағында заманауи биік ғимараттар. Диснейленд әрбір адамның балалық арманы. Кейде осындай үлкен жұмысқа толы әлемде ішіміздегі кішкентай баланы оятуды ұмытып кетеміз. Сол себептен Шанхайдың ең әдемі Диснейлендіне қош келдіңіздер. Әлем бойынша 6 Диснейленд бар. Солардың ең әдемілердің бірі бұл Шанхай қаласында. Осы жолы үйге құр қол қайтпаймын. Өзімнің балама да осындай жұғысты болсын деп күшті сыйлықтар алдым. Баршаңызға да жұғысты болсын. Вау, қала алақандағыдай, иә? Айтпақшы, біз Қытайдағы ең биік ғимараттамыз, ол Шанхай Тауэр. Қытай халқының дәстүрін дәмді тағам ғана емес, сонымен қатар ерекше ұлттық киімдерді киіп және осындай дәстүрлі әдемі сахнаны бірге тамашаласақ болады. Осымен біздің Шанхайдағы сапарымыз аяқталды. Міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, қай жер ұнады. Сіздермен болған Айжұлдыз және Асия. Көріскенше!